Бүлдіршіндердің тағы бір қуанышы Жаңаөзен мектеп-гимназиясының ашылуы қаламыздағы айтулы оқиғалардың бірі болды. Тәуелсіздігіміздің 10 жылдығы мен білім күніне орайластырып өткізілген ашылу салтанатына қатысқан ата-аналар мен қонақтардың жүздерінде қуаныш табы көрінеді. Жаңаөзен мектеп-гимназиясының директоры Қожахмет Дүйсенбаев салтанатты жиналысты ашық деп жариялаған соң Қазақстан Республикасының гимні ойналды. Алғашқы сөз алған қалалық мәслихат хатшысы Салиха Есжанова ата-аналар мен қонақтарды қуаныштарымен құттықтады. Бұрын мектептерде болатын класстар ашылды, бір класстан, екі класстан әрбір мектепте. Енді түбегейлі осы гимназия мектебін ашып, бүгін соның салтанатты жиналысының қатысып куәсі болып тұрмыз. Бұл мектепті ашуда қала әкімінің, мына Қатира Қарасайқызының тікелей Қожахметтің өздерінің осындай жоспарлы түрде жұмыс жасағанның нәтижесінде ата-аналармен жұмыс болды, мұнда жұртшылықпен жұмыс болды. Соның қорытындысы бүгін мінекей мектеп ашылып отыр. Бұл біздің қаламыздағы жаңалықтың бірі. Болып шығып, осы мектепке қайта ұстаз болып келіп, үлкен дәрежеде отырған ұстаздарым бар. Көріп тұрмын. Әлі де эстафетін жалғастырып жатырсыздар. Жаңадан қосылған ұстаздар бар. Сіздерге айтар тілегім, сіздерге сеніп берген мына балаларды гимназия деңгейінде оқыту сіздерге бұйырып отыр. Бұл оңай емес. Сондықтан сіздерге шығармашылық табыс, білікті маман, білімдеріңіз жетіп, халықтық тәрбиеде еліміздің, халқымыздың құрылысшы болуына жетелеуіңізді тілеймін. Бұл гимназия болып ашылу тек қана мектептің немесе қалалық білім бөлімінің емес, жаңа Құрбан ағай айтып кеткендей, бүкіл жұртшылықтың, қала әкімшілігінің, қала мәслихатының, қала мәслихат депутаттарының, жалпы мұғалім қауымның үлкен бір орындап отырған жұмысы деп есептеймін. Облыстық білім басқармасынан келген Дәмел Есенова бұл Жаңаөзен мектеп-гимназиясы алғашқылардың бірі екенін айтып, жиналғандарды қуаныштарымен құттықтады. Кейінгі кентінің әкімі Нұрберген Базаров та өзінің ақ тілегін айтып, ата-аналар мен оқушыларға табыс тіледі. Және бұл мектеп-гимназияның Теңге кентіне де үлкен қуаныш әкеліп отырғанын айтып өтті. Арқалы жерде шапқандай, ойбай жерде сұрдақ бар, жабыдан туған қорқақ бар, сөйлегенсе шашынызы, алдарында шырдақтар, жанады айға ат берген, ақ қағазға хат берген, ай егіде ерен ай қандай, сөйлесіндегі жат берген. Ашылу салтанатындағы лентаны қию құрметі қалалық мәслихат хатшысы Салиха Есжанова мен облыстық білім бөлімінің маманы Дәмел Есеноваға тиді. Өз сыныптарына еніп қуанышқа бөленген балалардың жүздері жалбыз жанады. Елінің ертеңгі азаматтары болып өсетін бұл гимназист оқушыларға жетістік пен табыс тілейміз.
Ашылу салтанатының соңында Жаңаөзен мектеп-гимназиясының директоры Қожахмет Дүйсенбаевтан ой пікірін сұраған едік. Бірінші қыркүйек білім күні алғашқы қоңырау мерекесі. Осы мереке тұсында бүгін қаламызда алғаш рет бұрынғы нөмір 5 орта мектеп енді Жаңаөзен мектеп-гимназиясы болып ашылды. Бұл гимназияның негізгі мақсаты қаламыздағы біздің балаларымыздың дарынды, жақсы оқитын оқушылардың сол мектепте дәріс алуына толықтай мүмкіндік жасау, ондағы оқушылар өздерінің білімін, біліктілігін жетілдіру мақсатында осы қала ұстаздарынан соның ішінде мынау біздің жалпы гимназиямызға қалалық білім бөлімі, қалалық педтехнология орталығы жанынан құрылған комиссияның шешіміменен солардың байқау нәтижесінде мектебімізге, яғни мектеп-гимназияға жоғары санатты, жан-жақты тәжірибелі ұстаздар келді. Сол оқушылар біздің гимназистеріміз, яғни сол ұстаздардан дәріс алады. Соған қарағанда мен ойлаймын, алдағы уақытта бір жылдың ішінде бір үлкен нәтиже беретін сияқты деп. Енді бүгін гимназия мектебі ашылды. Бұл гимназия мектебінің ашылуына қала әкімшілігінен, қалалық мәслихаттан, қалалық білім бөлімінен, облыстық білім басқармасынан қонақтарымыз келді, өздерінің тілектерін айтты. Бұл біз үшін үлкен қуаныш деп есептеймін. Міне солардың қатысуымен гимназия мектебі ашылып, біздің гимназия мектебіне сәт-сапар тіледі. Менің де осы сәтті пайдаланып, қала ұстаздарына, ата-аналарға және мектеп оқушыларына бүгінгі жаңадан ашылып жатқан 2001-2002 жаңа оқу жылында ашылып жатқан мектеп-гимназия шәкірттеріне сәт-сапар тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін барлықтарына. Дендеріңіз сау болсын, бақытты болыңыздар, білікті болыңыздар деген жақсы тілегім бар. Көшенің сол шетінде кезікті бір танысың.